Қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге тез дайындалатын өте керемет пирогты үйрететін боламын. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызды осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқа міндетті түрде бөлме температурасында тұрған болу керек, және де ыдысымыз да миксеріміз де құрғақ болу керек. Сол кезде пирогымыз жақсы көтерілетін болады. Осылай жоғары жылдамдықта миксерлеп, қантымызды аз-аздан сала отырып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Жұмыртқамыз аппақ түске енгенше. Мінекей осылай аппақ болып көтеріледі жұмыртқамыз. Содан соң сұйық майымызды, жылы сүтімізді құйып 1-2 секундтай миксерлеп жібереміз. Міне миксерлеп алдық. Енді ұнымызды аз-аздан сала отырып, осылай ақырын араластыратын боламыз. Ұнның бәрін бірдестен салып жібермеңіздер, себебі қамырымыз өз объемын жоғалтатын болады. Міне осылай ұнды аз-аздан сала отырып, ақырын араластырамыз. Осылай бәрін салып, осылай араластырып алдық. Жақсылап. Енді 1 секунд осылай миксерлеп жібереміз. Содан соң ванилинімізді саламыз. Және де разрыхлительді салатын боламыз. Қаласаңыздар, қопсытқышты ұнға қосып, араластырып салсаңыздар да болады. Осылай қасықтың көмегімен ақырын араластыратын боламыз. Осымен пирогымыздың қамыры дайын. Енді ыдысымызға 2 ас қасық қамырымызды салып аламыз. Содан соң оған какаоны араластыратын боламыз. Осылай какаоны салып, жақсылап араластырып алдық. Енді осылай пергамент қағазының үстіне, фольганың үстіне пергамент қағазымызды төсеп, осылай формамызды дайындап аламыз. Егер де сіздерде 24 сантиметрлік дайын форма болса, соған салып пісіре берсеңіздер де болады. Немесе мен секілді осылай торттың қалыбына салып пісірсеңіздер де болады. Міне бәрін салып алдық. Енді жаңа дайындап алған какао қосылған қамырымызбен осылай гүлді сызып шығатын боламыз. Осылай қамырдың бетіне әдемілеп гүлдерімізді салып шығамыз. Жанына осылай ирек-ирек етеміз. Содан соң гүлдеріміздің ішін осылай бояп шығамыз. Міне гүлдеріміздің бәрінің ішін бояп алдық әдемілеп. Енді қалған қамырымызды жанына осылай иректеп сызып шығамыз. Мінекей бәрін сызып алдық. Енді зубочисткамен осылай иректеп домалақ етіп шығамыз. Содан соң алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды пирогымыз. Енді гүлдің ортасына осылай фольга қағазын домалақ етіп кесіп аламыз. Содан соң гүлдің ортасына осылай сахарная пудрамызды сеуіп шығамыз. Міне қараңыз, гүліміз қандай әдемі болып шықты. Осылай бәрі гүлдің ішіне осылай сахарная пудрамызды сеуіп шығамыз. Пирогымыз өте керемет, өте дәмді болып шығады. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Қонақ келген кезде тез ақ дайындалатын пирогтардың бір түрі дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұрады.
шайға жасап берсеңіздер де болады күнделікті. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.